Әр адамның ойы мен арманы болады. Пендешілікпен тым жоғары өрмелегіміз келеді. Бірақ Алланың дегеннен аса алмайтынымыз тағы бар. Жасым 40-қа келіп, әрең үйлендім. Осы жасқа дейін бойдақ болып жүруіме тұрмыс жағдайым немесе денсаулығым себеп емес. Таңдап жүрдім. Танысқан әрбір қыздан кемшілік іздедім. Бір көргеннен жүрегімді дір еткізгенін таппадым. Солай, әбден сүрленген кезде өзімнен 18 жас кіші құдашама көңілім ауды. Үйдегілерді ортаға салып, өзім табалдырығын тоздырып, әрең көндірдім. Мені бәрі кәрі жігіт дегеніне қарамастан қыз келісімін берді. Ата-анасының ақ батасы мен ақ босағымнан аттады. Қыздың көңілін тауып, жүрегін жаулау үшін неше түрлі айла әрекеттерге бардым. Өзім өте сұлу жігітпін. Жеке көлігімде, пәтерімде бар. Барлық жағдайымды жасап алғам. Ақшасыз жүрген күнім болмаған. Қалалық әкімшілікте жоғары қызметте отырмын. Өзімді елден ерек көремін. Маған кез келген қыз тиеді. Мен қаласам болды деген сенімді мықтап ұстап алғамын. Солай болды да, жүрегімнің қалауымен үйлендім. Келіншегімде үріп ауызға салғандай сұп-сұлу әрі жап-жас. Достарымның, әріптестерімнің келіншектері бұл күзде 2-3 баладан туып, қарны салбырап, бетін әжім басқан еді. Ал менің сұлуым бәрінің көзінің жауын алып, дастарханға нұр шашып отыратын. Бала күнімнен сұлулыққа құмар болдым. Жігіт болсам да, әдемі киінгенді, әдемі жүргенді, әдемі сөйлегенді жақсы көрдім. Өзімді осы жолда жақсылап пысықтадым. Көп кітап оқып, шебер сөйлеуге дағдыландым. Міндетті түрде мақал қосып сөйлеу әдетім еді. Солай, әдемі сөздермен, романтикалық әрекеттермен келіншегімнің жүрегін жаулап алдым. Сұлудан сұлу туатыны белгілі ғой. Келіншегім араға 6 ай салып құрсақ көтерді. Тұңғыш ұлым дүниеге келген кезде әлемде менен бақытты адам болмаған шығар. Айдай сұлу келіншегім одан сайын әдемі болып кетті. Ал ұлымыздың сұлулығында сөз жоқ. Өзі аппақ, көзі тостағандай дөңгелек, кірпіктері найзадай, көзі мөлдір қара. Елдің көзі өтеді деп жасына толғанша ешкімге көрсеткен жоқпыз. Тіпті әке-шешемнің үйіне де апарған жоқпын. Өздері ғана келіп, немерелерін көріп кететін. Тұңғышым 3-ке келгенде, 2-ші ұлым дүниеге келді. Ол да ағасы секілді сұлу, әрі сымбатты жігіт болды. 3-ші ұлымның да сұлулығында мін болмады. Қарындастарым, қызды болсаңыз, ай мен күн жолда қалатын шығар, деп қызығатын еді. Алла тілеуін берді ме, үлкен ұлым 10-ға толғанда, шаңырағымызға шуақ шашып, ханшайым қызым дүниеге келді. Шынында да, оның сұлулығын сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Қарауға қимайтынмын. Өз көзімнен өзім сақтадым. Көзін үнемі көлегелеп жүрдім. Үйге кісі келсе, басқа бөлмеге отырғызып қоятын жағдайға жеттік. Сенесіз бе? Өз анасынан, ағаларынан қызғанатындай едім. Сол қыздан кейін келіншегім құрсақ көтере алмады. 3 ұлым мен жалғыз қызымды қызғыштай қорып, күннен қорғап өсірдім. Ұлдарымды балабақшаға бергемін. Қызымды қимаймын ғой. Оның көзінен аққан жас, түйілген қабағын көрсем, жүрегім қарс айырылатын. Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, қолымнан келгенше мәпелеп, аялап өсірдім. Жасы 10-ға толғанша арқалап жүретінмін. Өзі де ұялмайтын. Аузы бұртиып еркелеген кезде әлем нұрланатын. Ханшайымым 10-ға толғанда тұңғыш ұлымды үйлендірдім. Ұлдарымның да жар таңдау мәселесіне келгенде өте қатал болдым. Ең алдымен
Қыздың сұлулығына қараңдар, сымбаты сымдай, тұла бойы мінсіз болу керек деп талап қойдым. Бұл талабымды ұлдарым өте кішкентай кездерінен құлақтарына құйып өсірдім. Содан болар, мектепте де, университетте тек сұлу қыздармен достасып, сұлу қыздармен бір партада отыратын болды. Есейген кезде көңілдері ауған қыздың суретін көруге асығатын едім. Ұлдарыммен бұл тақырыпта ашық сөйлесеміз, олар да ойындағысын іркіп қалмайды. Бәріміз таңдап жүріп, үлкен ұлымызды үйлендірдік. Келініміз өзімізге ұқсайды. Екінші және үшінші ұлым үйленген кезде де талабымыздан жаңылған жоқпыз. Олардың да жаны сұлулықты қалай ма, әлде бала кезінен саналарына сіңіріп алған ба? Әйтеуір, үш келінім де көңілімізден шықты. Бәрінің бойы ұзын, сымбатты әрі сұлу. Туған туыстарым, көршілерім бәрі, ұлдарың мен келіндерің бір-біріне керемет жарасады. Өздері сұп-сұлу деп тамсанады. Аллаға шүкір, келіндерінің үшеуінің де түрлері ғана емес, жандары да, тірліктері де сұлу болды. Ал мына кенжетайым, көзімнің ағы мен қарасы, нұры болған ханшайымның таңдаған жары көңілімнің тасталқанын шығарды. Жігіттің түріне қарасаң, адам деп ойламайсың. Алла осындайда адам жаратады екен-ау. Көзі жыпсиып, тісі ақсиып, бойы бір тұтам қана. Бойы қаншалықты қысқа болса, тілі соншалықты ұзын. Мінезі де дөрекі. Сыпайылықты қанша іздесем де таппадым. Байлығына мастанған ерке жігіт. Бірақ қызымның көзі соншалықты соқыр ма? Әлде оқытып-шоқытып, басын айналдырып алды ма? Олай ойлайын десем, қызымнан ала бөтен қылық пен әрекет байқамаймын. Байлығына қызықты дейін десем, өзімізде жерге қарап отырған жоқпыз. Қызым ақшадан қысылып таршылық көрген емес. Өткен айда қызым жігітімен таныстырам деген соң үйге шақырдық. Қолына 2 шоқ гүлін алып жолдас жігітімен келіпті. Өзін еркін ұстайды. Ұлдарым мен келіндерімді де шақырып алғам. Бәріміз дастархан басында отырмыз. Мен ғана емес, ұлдарым да жігітті сынақтан өткізіп отыр. Ал ол еш қысылатын емес. Қызыма қалай болса солай сөйлейді, жұмсай салады. Бізден де жатырқамайды. Жарайды, мұны мінез дедік, бірақ түрден түр жоқ. Қызыма мүлден тең келмейді. Бірақ қызыма қарасам бақытты, көзі жайнап тұр. Желтоқсанда келіп, сырға саламын. Жаңа жыл күні тойымызды жасаймыз деп, жігіт дайындалып отыр. Мен оны қызыма лайық жар көрмеймін. Анасы да қызын қимай отыр. Аға жеңгелердің де көңілінен шыққан жоқ. Сондай сұлу қызымды қайдағы бір жігітке ұзата салғым келмей отыр. Қызыма шет жағасын айтып едік, шаң жуытатын емес. Жігітті құлай сүйетіні көрініп тұр. Анасына жақсы жігіт деп айтыпты. Мүмкін шын мәнінде қызымның бақыты шығар, бірақ ішкі жан дүнием қарсы болып тұр. Қазір жастықтың желігімен көзіне жалындаған махаббат қана көрінеді ғой. Біз үлкендігімізді танытып, тура жолуға салу керек шығармыз. Отбасы болып, біраз уақыт бірге тұрған соң, бір-бірінің кемшілігін көреді, ілік іздейді, ұрыс болады. Сол кезде өкініп бармағын тістемейді ме екен? Айналасындағы адамдарды көрген кезде өзінің күйеуімен салыстырып, неге көзін байланды демей ме? Жанына еріп жүруге намыстанбайды ма? Осы ойлар маза беретін емес. Не істесем екен? Осы уақытқа дейін қызымның қалауын орындап келген едім. Бұл жолы қарсы шықсам ба екен? Әлде таңдағанына разы болып, батамды берсем бе екен? Мүмкін мен таңдаған жігітпен тағдыры жараспай, бақытты болмай жылап жүрсе ше? Қызыма рұқсатымды берсем қателік жасайын ба? Әлде бермесем қателесемін бе?